Жедел ақпарат, саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Шымкентте жантүршігерлік қылмыс болды. 28 жастағы жігіттің мәйітін анасы пәтерден тауып алған деп хабарлады Массагет КЗ тілшісі. Кісі өлімі туралы ақпарат әлеуметтік желіде пайда болды. Кейбір ақпарат құралдарының хабарлауынша, марқұмды психиатрда есепте тұрған әкесі өлтіруі мүмкін. Полиция департаменті оқиғаға қатысты түсінік беріп, бұл дерек кісі өлтіру бабы бойынша тіркелгенін айтты. Құқық қорғау органдары тергеу құпиясына байланысты күдіктінің жеке мәліметтерін әзірше жарияламады. Алайда оның ұсталып уақытша ұстау изоляторына қамалғаны белгілі. 1 желтоқсанда Қаратау аудандық полиция басқармасының 102 пультіне жергілікті тұрғыннан өз пәтерінде ұлының мәйітін тапқаны туралы хабар түсті. Оқиға орнына барған жедел тергеу тобы мойын тұсынан жарақат алған 28 жастағы жігіттің анасының мәйітін анықтады. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Тиісті сараптамалар тағайындалды, деді Шымкент полиция департаментінің баспасөз қызметі. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.